Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Лумис командасы. Менің ішімдегі половине күйбең тіршіліктен ада күйге жетелейді терең ойға кейде бұл өмірде небір жылтыр көргенмен өз-өзімнің өлген жөнді білдім мен. Жалпы бізде осы айға берілген кітап, біз таңдаған кітабымыз Атым әдеттері. Бүгін осы кітапты талқылайтын боламыз, бірақ біздің подкаст ерекше форматта болады. Басқа подкасттарға ұқсамайды, себебі біз қазір ойын ойнайтын боламыз. Одан кейін әрқайсымыз өзіміздің жеке ойымызды білдіреміз және кітапты бір сөзбен қорытындылайтын боламыз. Let's go! Бізде мұнда 10 кітап түрлері берілген, яғни біз осы 10 кітаптардың ішінен біреуін таңдап, кезек-кезекпен сұраққа жауап берейік. Ал ең алдымен бізде қай ұяшық таңдаймыз, қыздар? Үшінші ұяшық таңдаймын. Мен сұраққа оқып жіберейін, иә. Жалпы әдеттерді ұнату жолы неде дейді? Біз әдеттерді ұната аламыз ба? Егер олар бізге пайдалы болса, біз күткен нәтижеге жеткізетін болса, ол әдеттер уақыт өте келе бізге ұнай бастайды. Солай әдетке айналады, солай ұнатамыз. Атым әдеттердегі 4-ші ереже бойынша ол ләззат ала білу. Яғни сіз өзіңізге қалыптастырамын деп тұрған әдеттен ләззат ала алуыңыз маңызды. Себебі мидың өзі ол өзіне ұнамды іс-әрекетті жасағанды жиі қайталағанды ұнатады. Ал адам үшін жат іс-әрекеттер тез ұмыт болады. Яғни адам өзінің мінез-құлқына, болмысына, табиғатына, ішкі жан дүниесіне сай әрекеттерді әдет ретінде алғаны маңыздырақ. Ол кез келген салада болуы мүмкін, спортта да, кітап оқуда да. Мысалға, кітапты алатын болсақ, сіз үшін ғылыми жанрларды оқу қиынырақ, күрделі болуы мүмкін. Яғни сіз өзіңіздің болмысыңызға сай жанр таңдайтын болсаңыз, ол сіз үшін пайдалырақ болады. Яғни мұндағы мақсат ол ақылды болып көріну емес, кітапты тұрақты түрде оқуды іске асыру. Яғни мұндағы автордың тағы қосқысы келген ойы ол адамдардың жалпы қоғаммен бірдей әдетті қалыптастыру емес, яғни сіз қоғаммен бірдей болуға міндетті емес, сіз өз қалауыңызша әдет қалыптастыра аласыз. Яғни табысты әдет ол өз болмысыңызға сай қалыптасқан әдет. Енді келесі ұяшықты таңдаймыз. 5. Қол аламыз. 5-ші ұяшықта әдет пен мақсаттың айырмашылығы неде дейді? Біз әдет пен мақсат екеуін алып жүре аламыз ба? Мен қойшы деп өзіме итаге келатқан еді бұл ше. Әдет пен мақсаттың айырмашылығы, бірінші біз мақсат қоямыз, одан кейін сол мақсатқа жетуге бізге әдеттер көмектеседі. Себебі біз ол мақсатты қойып оған әрекет жасамайтын болсақ, жиі жасамайтын болсақ, дисциплинаны қолымызға алмайтын болсақ, ол сол мақсат сол кезде сол жерде қалады. Ал біз оны әдеттерге бөліп, өзімізге сол күнделікті жиі істейтін болсақ, ол бізге соған жетуге көмектеседі. Шапалақ қайда? Жалпы адамның өмірінде мақсат қою маңызды емес. Ең бастысы адамның өзі туралы түсінігі. Яғни адам мен қандай адаммын деген сұраққа жауап беру арқылы, мысалы өзін кітап сүйер, немесе спортпен айналысқан адам ретінде қабылдаса, ол өміріне сол әдеттерді енгізу және де сол болмысты ұстану оған оңай және жеңіл болады. Яғни бұл адамның болмысындағы әдеттерді қалыптастыру арқылы сол болмысты ұстанып, ол соған сай әрекеттер жасайды. Соның нәтижесінде адам өзінің болмысын өзгертеді, және болмыс өзгерсе, өмірінде өзгертеді. Келесі сұрақ, 1% ережесінің маңызы неде? Давайте мен жауап берейін. 1% ережесінің маңызы ол дегеніміз, яғни біз бір күнде бір атқаратын ісімізді 100% орындай алмаймыз. Яғни біз аз-аздан бастасақ, оның өзі бізді үлкен жетістікке алып келеді. Мәселен, ол 100 беттік кітаптың бүгін 5 бетін оқу болуы мүмкін. Әдеттердің басым көпшілігі Жапон халқында қалыптасқанын білдіңіз бе? Оның біреуінің атауы көрсет және үйрен деп аталады. Яғни біз әдеттерді көрсету арқылы адамдарға әдет қалыптастыруды үйрететін боламыз. Әдет қалыптастырудың ең басты бөлігі уақыт пен орынды белгілеу арқылы жүзеге асады. Біз бір әдетті қалыптастырудан бұрын бірінші уақытын және оның іске асатын орнын белгілеу арқылы әдетімізді күнделікті іс-әрекетте жүзеге асырамыз. Келесі сұрақ, Бірді таңдайық. 1. Неге автор жүйе мақсатының маңызды дейді?
ол не қалыптасқан жүйе арқылы біз көздеген мақсатымызға нақты жете аламыз. Жаңа әдет қалыптасуы үшін оған көп уақыт бөлуіміз маңызды емес. Керісінше ол әдетті қаншалықты жиі қайталайтынымыз маңызды. Ол әдетті қайталаған сайын ми нейрондық байланыстары күшейіп, ол әдет саналы түрден автоматты түрге жайлап алмасады. Және де ол әдет автоматты болу үшін басында біз көп күш жұмсаймыз, бірақ соңында ол әдет ойланбастан орындалатын деңгейге жетеді. Келесі сұрақ 4. Өзім жауап берейін. Сен келіспейтін және немесе күмән тудыратын ой бар ма дейді. Мен көзім көрмей жатыр ғой. Сен келіспейтін немесе күмән тудыратын ой бар ма? Жоқ, мен ондай ойым жоқ. Себебі кітап өте Болды, мақұл, еркін айтамын, болды. Сен келіспейтін немесе күмән тудыратын ой бар ма? Жоқ, мен келіспейтін ой жоқ. Себебі кітапта жалпы адам баласына қажетті бүткіл ақпараттар, маңызды нәрселердің барлығы айтылған. Жалпы әдеттің қалай қалыптасу керек екенін, әдеттің маңызы туралы барлығы айтылған, және мен онымен келісемін. Ұсақ өзгеріс бұл үлкен нәтиже. Яғни біздің күн сайын жасайтын бар жоқ 1% іс-әрекетіміз бұл біздің үлкен бір нәтижелерге жеткізеді. Табысты болу бұл үлкен бір жарылыстарды қажет етпейді. Яғни біздің күнделікті жинақталған іс-әрекетімізден біз табысты болуымызға бұл бір мүмкіндік болып табылады. Мысал келтіре, біз бәріміз білетін су бұл тасты жармайды. Ал бірақ күнделікті тамған бір тамшы бұл тасты жарып өтеді. Бұл нені білдіреді? Яғни біздің күнделікті қалыптасқан әдетіміз біздің ертең бір үлкен бір табысты болуымызға бұл мүмкіндік. Давайте мен таңдаймын, иә? 8-ші сұрақ. 30 күннен кейін өзіңді қалай елестетесің дейді. Жалпы бізде 30 күннің ішінде белгілі бір әдеттерді қалыптастырып бастасақ болады. Алайда біз белгілі бір әдетті толық оған үйренісуімізге 90 күн қажет болады. Алайда біз осы 30 күннің ішінде өзіңізге қажетті әдеттердің бастамасын бастап қойсаңыз, белгілі бір деңгейге жете аласыз деп ойлаймын. Жалпы әдет қалыптастыруда біз бұл әдеттерді жүрегіміздің ішіндегі идея деп алсақ болады. Өйткені сіз ол идеяны іштегі қалаумен, шынымен қызығушылықпен орындаған кезде ғана ол процесс ұзаққа баратын болады. Және де біз осы процесте керек деген міндетті нәрсені алып тастауымыз қажет. Яғни сіз керек деген сөздің орнына істей аламын деген фразаны қолданыңыз. Мысалы, мен бүгін 10 000 қадам істеуім керек емес, істей аламын деп қолданған кезіңізде сіздің мотивацияңыз артатын болады. Сонымен қатар бізде әдет қалыптастыруда біздің қоршаған ортамызда әсер ететін болады. Айтады ғой, сенің жанында 3 адам кітап оқитын, кітап сүйер адам болса, сен де уақыт өте келе кітапты сүйіп көбірек оқитын боласың. Сондықтан біз өзіміздің ортамызды дұрыс таңдауымыз қажет болады. Сонымен қатар біз әдет қалыптастырған кезде тек қана өзіңізбен немесе ортаңыздан бөлек белгілі бір беделді адамдардың әдеттерін алсаңыз болады. Мысалы, Алпамыспын деген блогер кісі бар, ол күн сайын таңғы сағат 5-те оянады. Егер де біз күн сайын осы әрекеттерді жасайтын болсақ, ол кісіге сүйсініп қарап, мен де таңертең оянғым келеді, мен де азанда 5-те оянып, көптеген қадамдар жасағым келеді деген секілді әдеттерді өзіңізге алып, жақсы адамдардың әдеттерін көшірсеңіз де болады. Яғни біз әдеттерді ұнататын болсақ, ол ұзаққа барады, ал егер ұнатпайтын болсақ, ол сол орында белгілі бір уақыттан кейін қалып кететін болады. Бізде ең соңғы 10-шы сұрақ қалды. Давайте Әсел осыны ашсын. Өз өміріңізде осы кітаптың ішінде қолданған бір кеңестер, әдеттерге байланысты кеңестер болды ма, Әсел? Біз әдеттерді қалыптастыру барысында бізге бірінші мотивация емес, әдеттерді қалыптастыру үшін ол дисциплина қажет. Дисциплинаны бәрін уақытылы орындаған жағдайда адамға әдет қалыптасуы бәрі рет-ретімен орнайды. Әдет қалыптастыру ол тек мотивация ғана байланысты емес, ол үшін әдет қалыптастыру керек, дисциплинаны сақтау керек. Әдет пен дисциплина болған жерде сен өзіңе қабілетіңді аша аласың, өзіңе керек заттарын, өзіңе керек нәрселерді білесің. Адам әдетті өз қабілетіне қарай таңдау керек. Себебі ол оған тым жеңіл де, тым қиын да болмайды. Солай адам өзінің бойындағы қабілетті
қалыптастырады. Иә. Сонымен әдеттеріңізді өз бойларыңызға сіңіріп жүріңіздер, өмірлеріңізді қолданыңыздар. Сіздермен болған Люмис командасы, назарларыңызға рахмет.